Үйде бізде Інжіл болатын. Інжіл кітабы. Інжіл кітабын әкем Құран кітабы менен бірге бір портфельде сақтап, биікке іліп қоятын. Анда-санда Інжіл кітабын алып, бізге цитаталарды оқып беретін. Жауыздық одан да жаңағы асқынып, мені қудалай бастады. Бір күні мені қорқытып, енді асылып өлесің, мен сені асылдырып өлтірем деп айтты дарға. Үйдің сыртына шығып, асылып өлетін жаңағы тал іздедім. Тал таба алмай үйге кіргенде есім маған келді. Содан мен жылап еңірем. Мен не істеп жатырмын деп екі нәрестеме қарап, балаларыма, қызыма, ұлыма жылап, Құдайға жалбарындым, маған пана бер, сен барсың ғой, көмектесші маған деп. Сонда Құдай мен Мұханова Фатима Юсуфали қызымын. Тәжікстанда Қорғантөбе қаласында туылып өстім. Совет мектебінде оқыдым 10 жыл. Әке шешелерім менің педагогтар болды. Педагогтар жанұясында дүниеге келдім. 5-ші бала, 13 бала тапқан менің анам. Содан жетеуміз тірі қалғанбыз. Соның 5-ші баласы перзенті мен болғанмын. Мектепте бізге совет мектептерінде Құдай жоқ деп үйрететін, айтқыздыратын, комсомолға қабылдағанда. Үйге келіп, мен кешірім сұрайтынмын, Құдайға жылайтын, сен барсың деп. Солай балашақтағы уақытым менің өтті. Әкем менің өте білімді адам болған. Ол директор, мектептің директоры болатын. Ташкенттің 7 жылдық мектебінде араб шрифтіменен оқыған. Сондай араб әріптерін білетін. Сөйтіп, үйде бізде Інжіл болатын. Інжіл кітабы. Інжіл кітабын әкем Құран кітабы менен бірге бір портфельде сақтап, биікке іліп қоятын. Анда-санда Інжіл кітабын алып, бізге цитаталарды оқып беретін. Шешеме, маған, қалған бала-шағаларына. Сонда ол кітаптың мұқабасы жасыл, кожаный, өте қымбат, әдемі кітап болатын. Мына Інжіл кітапте айтқан, ең соңында Иса келеді, Иса құтқарушы деп айтқан. Біз тура жолда емеспіз бе деп айтатын. Сол менің құлағымда қалып кетті. Өсе келе 10-ды бітіріп, мен педагогика институтына түсіп, орыс тілі әдебиет мұғалім болып диплом алдым Россияда, Куйбышев қаласында. 5 жыл оқыдым. Бір күні біз физкультурадан кросс тапсырғанда зачет, сонда мен православиялардың шіркеуін көріп қалдым. Стадионның соңында. Соған кіріп, қызығып, суреттерге қарап шығып кеттім. Бұл бірінші менің Исаға сүйіспеншілігім болатын еді, суреттеріне қарап. Содан жылдар өтті, мен тұрмысқа шықтым. Тәжікстаннан тұрмысқа шығып, Жетісайға көшіп келдім. Қызымды 1,5 жыл дегенде тапқанда, мені қатты бір рух қинап, маған приказ беретін. Үйдің бұрышына отыр, пал аш дейтін. Барлығын маған айтып тұратын. Мен ерегісіп қарсы шығатын. Сен кімсің? Мен қабылдамайым сені. Сенің айтқаныңды істемеймін деп қарсы шығатын. Содан кейінірек мен Исаға келгенде, қарсы шыққаныңыз қандай жақсы болды. Қорықпай, оны қабылдамағаныңыз өте жақсы болды деп айтқан маған.
жылдар өте келе жаңағы ұл таптым мен қызымнан кейін, 4 жылдан кейін. Содан кейін баламды босанғанда да жаңа жауыздық одан да жаңағы асқынып мені қудалай бастады. Бір күні мені қорқытып, енді асылып өлесің, мен сені асылдырып өлтірем деп айтты дарға. Мен үйдің сыртына шығып, асылып өлетін жаңағы тал іздедім. Тал таба алмай үйге кіргенде есім маған келді. Содан мен жылап еңіреп, мен не істеп жатырмын деп, 2 нәрестеме қарап, балаларыма, қызыма, ұлыма жылап, Құдайға жалбарындым, маған пана бер, сен барсың ғой, көмектесші маған деп. Сонда Құдай маған көмектесті, жауап берді. Шын жүректен 2 тіземе отырып жылағанмын таңертеңге дейін. Сонда таңертең қарасам, баламды прививкаға алып бару керек екен. Медсестра тастап кетті қағаз. Поликлиникаға бардық. Мен ұлым, қызымды ертіп тастайтын адам жоқ, оған қарайтын. Барсақ, жаңағы рух әлі қоймай жүр мені. Біз келдік поликлиникаға. Поликлиникада чистый кабинетті медсестраның үстелінің үстінде балаларға арналған Інжіл кітабы бар екен. Сонда маған тіл қатты Құдай. Осы кітапты оқысаң, сен құтқарыласың деді. Мен 2 күнге сұрап алдым жаңа кітапты, балаларға арналған Інжілді. Өзім орыс тілі мұғалім болғандықтан балаларды үйге келіп, жуындырып, тамақтарын тойдырып, ұйықтатып, кітапты оқи бастадым. Кітап сондай менің жүрегіме малхам болды. Жан дүниемді дауалады. Сөйтіп, мен ең соңында таңертеңге дейін оқып бітірдім кітапты. Тәубе дұғасы бар екен. Тәубеге келдім үйде таңертең. Және де жылап еңіреп Исаны қабылдадым. Исаның есімінен жынның рухы қашып кетеді екен. Соншалықты біздің рухани сауатсыздығымыз, мен әлі күнге дейін өзім есіме келгенде ұяламын. Құдайда киелі рух, шайтанда жауыз рух бар екенін білмейді екенбіз. Сөйтіп, мен Құдайды қабылдағаннан кейін жан тыныштығы таптым, сенуші қауымды тауып алдым. Жанымның тыныштығы үшін, жаным жаңағы жай табу үшін. Сөйтіп, Исаны қабылдадым, су рәсіміне өттім. Жаным тыныштық тапты. Бұндай тыныштықты жәннатта болатындай тыныштықты тек қана Иса бере алады. Осы дүниеде мен Исаның кім екенін түсіндім. Қабылдадым Исаны. Мен ұялмаймын, барлық дүниеге жар салам. Исаны қабылдаңыздар. Ең соңында Иса Масих келеді. Ол құтқарушы, құрбандық қозысы, ол біздің барлық адамзаттың күнәсына құрбандыққа шалынған. Иса Масихым, сені тапқаныма сонда еңіреп жыладым. Бұл қуаныш, көз жастар еді. Рахмет саған, Иса Масихым. Рахмет, сені тапқаныма қуанамын. Осылай менің күнім өтіп жатыр жан тыныштығымен. Адамдардың барлығын сүйемін, барлық кемшіліктерімен сүйемін, және де маған қиянат жасаған адамдарды кешіре білемін. Рахмет саған жаратқан ием, сені тапқаным үшін, Иса Масихым. Барлық уақытта адамдарға жариялап өтемін. Осы дүниеде сенің қасиетті есіміңді, сенің құтқарушы екеніңді рахмет. Иса Масихтың атымен. Аумин.